Каззабат Самуду бин Нузур. Сосын Самуд қауымын айтады Алла Тағала. Самуд қауымы да елшілерді ескертуші ретінде жіберілген. Және ескертулерді өтірікке шығара салды дейді бұлар. Бұлардың айтқан сөздерінің біреуін келтіріп жатыр Алла Тағала мұнда. Фақулу абашару минна вахидан наттабиғуху. Ей, халайық, қараңдар, мынау деген бір солих пайғамбарлар ғой. Бір адам өзіне шақырып жатыр бәрімізді дейді. Бір адамға ереміз ба біз деген сондай мазақ қылған сөздерін келтіріп жатыр ғой. Бір адамға ереміз ба мынаған? Кім мынау біздің ішімізде? Егер біз осы адамға еріп кететін болсақ, халайық мынандай сөзді айтады. Инна изан лафи далалин ва суғур. Онда біз сөзсіз адасқандардан боламыз дейді. Және есалаңдардан боламыз, ессіздерден. Суғур сөзі өзі екі мағынаны қамтиды. Біреуі ессіз, яғни жынды деген мағынаны, есалаң деген мағына. Екіншісі ауыртпалықта, қиыншылықта, бейнет тарту деген мағынаны білдіреді. Егер біз бұған ілесетін болсақ, онда біздің өміріміз қиындап кетеді деген мағынаны береді. Көрдіңіз бе? Адасамыз, әрі қиын болып кетеді өміріміз. Адасамыз және жынды боламыз нақты деген сөзді айтатылар. Сосын мына сөзді қосады. Аулқия зикру алейхи мин бейнина. Біз сияқтылар тұрғанда дейді, дөкейлер айтады. Неге бұған түскен зікір? Неге бұған түсті уахи? Біз сияқтылар тұрғанда. Солай емес па, халайық? Иә, солай. Осылай адасу нәрселерді жасаған дөкейлері да. Бұл енді пайғамбарларға тиіскен сөздерінің жаңағы бір түрі ғой, Алла Тағала көрсетіп отқан. Бәлхуа каззабун ашир дейді. Шындап келгенде бұл солих деген адам каззабун, барып тұрған өтірікші дейді олар. Қараңыздар. Ва аширрун деген суайт, өзімшіл деген мағынаны білдіреді. Яғни өзіне қарай жинағысы келіп жүр, бізден алып кетпекші халықты деген сөздерді мағынаны білдіреді. Ашир, өзімшіл, өзіне қарай жинап, ешкімді мойындамайды, тек өзінікін айта береді деген нәрсені келтіріп отыр да. Яғни бұның барлығы жаңағы солих пен қарапайым халықтың ортасына бөгет жасау нәрсені жасады олар. Солих пайғамбарда оларға Алла Тағала тарапынан жіберілгенде, жаңа Шуғара сүресінде баяндалады. Оларда да тутракуна фима хахуна аминин, мынандай нәрсені айтады. Олар аманшылықта жап-жақсы өмір сүріп жатқан адамдар еді. Солих пайғамбар келді, Алла Тағаланың сөзін жеткізді оларға. Содан тыңдамайды, сосын сөздерді айтады. Ей халайық, ей қауымым, тыңдаңыздар, өздеріңіз қараңыздар дейді. Атутракуна фима хахуна аминин, сендер осы пайдаланып жатқан нығметтерде аман-есен жүре береміз деп ойлайсыңдар ма дейді. Қараңыздар. Ол бір күн болар жарайды, екі күн болар. Бірақ жаңағы ескерту келген кезде не болады? Осылай аман-есен жалғасамыз деп ойлап жүрсіңдер ма? Фи жаннати ва ғуюн, анау бақшаларда, ва ғуюн, анау бұлақтарда, ва зуруғин, анау егіндерде, ва нахли толғуха хадим, ана жемістері салбырап тұрған құрмағаштарының көлеңкесінде осылай жүре береміз деп ойлайсыңдар ма сендер аман-есен? Ва танхитуна минал джибали буютан, ана таулардан қаншама нелерді қашап, үңгірлерді үйлер жасап алып жатсыңдар. Таудан үй жасаған ғой, түсінесіз ба? Тауды кәдімгідей қырын шығарып, қырын, столб, бағаналары, мынандай домалақ нәрселеріне дейін реттегенде олар. Анау әдемі өте әдемі құрылыстар жасаған олар. Фарихин, соны жасайды да, қалай болды? Дело мастера боится деген осындай нәрсе болған. Өйткені фарихин деген сөзде сол мағына жатыр. Мұғжибин, өздері таңғалады. Мә мықты болды деп, анжаққа барады, тағы бір өн соғады. Мә мықты болды. Тағы бір өн соғады, мә мықты болды. Осылай жүре бересіңдер ма сендер? Осы бұл кісілерде таумен ауырған адамдар болған негізі. Тау десе енді бұлар түгел нәрсесін қояды енді. Содан Алла Тағала бұларға сол таумен ауырып жүргеннен кейін сол таудың ішінен бір мұғжиза шығарады оларға. Мүмкін ойланар деп та. Таудың ішінен шыққаннан кейін өздерінің тақырыптары ғой тау деген.
Алла тағаланың даналық солай қалайды. Міне қазір сол жерге келеміз. Олар Солих пайғамбарға солай тиісіп, сонда біз сияқтылар тұрғанда мал дәулеті барлар, мына Солихқа қайдан келе қалды бұл? Неге бұған түседі, бізге түспейді? Бізге түсу керек еді. Бізге түспегендіктен Солих деген барып тұрған өтірікші дейді. Көрдіңіз бе? Және барып тұрған суайт, өзімшіл, тек өзін ғана мойындағысы келетін адам дейді бұл. Мына жаңағы неде, Худ сүресінде де әдемі сөздер жаңағы келтіреді Тағала. Қолу я Солиху, олар айтады екен: ей Солих, қоду кунта фина маржуан қабла хаза. Қараңыздаршы, ей Солих, осы Алла Тағаланың сөзін сөйлемей тұрған кезде сен, елші болып жіберілмей тұрған кезде, біз сені сайлауға дайындап жатқан едік қой дейді. Маржуан. Соңғы сөз осыған тоқтасын. Біз негіз сені үміткер қылғанбыз дейді. Қараңдар. Маржуан деген тәпсіршілер солай түсіндіреді. Үміткер. Соңғы сөз соған тоқтайтын, осы өзіміздің әкімшілікке сені қойғалы жүргенбіз дейді негізі. Сен келдің деп бұздың бәрін дейді. Атанхана ан набуда. Аталарымыз табынған нәрсеге табынба деген нәрсені шығардың сен. Біз әсте күмәндамыз сенің айтып отқан нәрселеріңді. Сондықтан сен, ей Солих, фәтина би ая. Сен бір аят алып кел бізге. Ин кунта минас содиқин. Бір мұғжизаны алып кел. Егер шыншылдардан болсаңдар дейді. Шындап келгенде сол мұғжиза сұралғанда да бір шын мәнде бір ақылмен сұралған нәрсе емес ол. Ол көңіл қалауымен сұралған нәрсе, құрметті жамағат. Мынандай бір нәрсені есте сақтап алайық, құрметті жамағат. Мына Құран, қасиетті Құран сөйлессе адаммен, адамның ақылы қарсы келетін нәрсе жоқ бұл Құранда. Онда неге адамдар қарсы келеді деген кезде? Адамдар көңіл қалауымен тыңдайды. Адамдар көңіл қалауымен тыңдайды, ақылмен емес. Ақылдың қарсы келетін нәрсесі жоқ Құранда. Сол себеп жаңа айтып жатыр, біз жеңілдеттік дейді оны. Біз жеңілдеттік. Байыбына баратын адам жоқ дейді. Көңіл қалау. Өткендегі Қоф сүресінде де Нәжім сүресінде айтты ғой. Ияттабиғуна илля зонна. Бұлар деген Құраннан сөйлеп жатсаң, тек ойына ереді дейді. Уама тахуал анфус. Сондай-ақ нәпсілерінің көңіл қалауларына ғана ереді дейді. Түсіндіңіздер ме? Көңіл қалау деген нәрсе бар да. Мысалы, оны өзіңізден де байқап қалуыңыз мүмкінсіз. Бір әсерлері болады. Бұл Құранмен байланысты емес әрине. Мысалы, мына адамды кешіре салшы десеңіз, кешірмей тұрасыз ғой. Сол бір нәрсе ұстап тұр да сізді. Сол көңіл қалауының әсері. Бұлар Құранға солай істеткен оны. Сіз кейде жаңа біреуді кешіре алмай қаласыз. Немесе сізге бір кісі қателесіп қалды хақыңызға. Сосын сол кісіні біреу бірге сауда жасайым деп анжада біреу сөйлесіп жатса, немесе ол кісі туралы характеристика бер десеңіз, жаман қылып айтып тастайсыз. Неге? Көңіл қалауыңыздан айтасыз да өйткені. Ақыл болса сіз тек көрген нәрсеңізді ғана айтар едіңіз. Білген нәрсені аманат ретінде де болды. Осындай деп. Сол көңіл қалауы деген нәрсе бұларда уахиға, пайғамбарға, Аллаға қарсы жұмыс жасаған. Сол сияқты бізде де ол, кейбір Алла Тағала жақсы көретін істерге егер істеп қалса ол, бізде көп нәрселерде ұтыламыз сауаптардан. Сол нәрсені байқау керек те сондықтан. Мысалы, бұны айтып отқан себебім көңіл қалауы, Исраил ұрпақтарындағы көңіл қалауын Алла Тағала мысалға келтіреді. Енді одан үлкен жамандық шыққан емес та. Ол қандай деген кезде, ей Исраил ұрпақтары деп сөйлеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бақара сүресінде келген аяттар. Сонда әрдайым сендерге бір пайғамбар, елші келіп, көңілдерің жақтырмай қалса дейді, елшінің сөйлегенін. Фариқан каззабтум. Олардың бір тобын өтірікке шығарып жібердіңдер дейді, бұқаралық ақпаратқа. Өтірік шығарып жібердіңдер дейді да. Екіншісі, фариқан тақтулун. Бір тобын өлтіріп те тастадыңдар ғой дейді. Көңіл қалау дегенді қараңыз қандай? Көңіл қалау деген пайғамбарларды өлтірткен. Міне, көңіл қалау деген өте қауіпті нәрсе де, пайғамбарларды өлтірткен ол. Ол бір адамның тағдыр жолын байлай салуыңызға болады көңіл қалауыңызбен. Сондықтан ойлаңыз, ақылмен істеп жатсыз ба, немен істеп жатсыз? Міне. Сондықтан осы кісілер осылай сөйлеп, көңіл қалауларымен мұғжиза сұрайды. Алла Тағала мынандай аятта айтады сол кезде. Саяғлабуна ғодан мәнил каззабул ашир. Бұлар қазір сені өтірікші осындай деп айтып отыр ғой. Бұлар ертең өздері біледі кімнің өтірікші екендігін, және кімнің суайт екенін,
немесе кімнің тәкаппар екенін. Инна мурсилун нақа. Ей Солих, бұлар сұрағандай, біз бұларға бір түйені жібереміз қазір дейді. Таудың ішінен бір түйені шығара салады ғой Тағала. Бір түйе тұр болды. Нақатулла деп аталады Құранда, Алланың түйесі, мұғжизасы ғой. Осы түйені шығарамыз да соңғы емтихан қыламыз дейді осыларға қазір. Бұдан кейін жоқ дейді бұларға ештеңе. Осы түйені шығардық, өздері сұрап алды ғой. Кім сұрады? Олар сұрады. Өздері сұрап алды. Енді оны мойындамаса, мұғжизалардан кейін құрметті жамағат, мұғжизалардан кейін көп уақыт берілмейді екен негізі. Кетет болды. Біз осы түйені жібереміз бұларға. Емтихан етіп, фитнатан лахум дейді. Фитнатан лахум, емтихан етіп дейді. Фартақибхум, ей Солих, күт істің соңын. Вастабир, сабыр ет Солих. Ванаббихум, хабар бер оларға, ей Солих, аннал маа қисматун байнахум. Құдықтағы су енді түйе келгеннен кейін өздері сұрап алды, бұл жай түйе емес, бұл ішсе бір күннің суын жалғыз өзі ішеді бұл. Бұл құдықтың басына барғанда ешкім бара алмайды болды. Сондықтан сұрап алған нәрселерің өздеріңнің Алланың мұғжизасы. Айт оларға хабар бер, суды кезекпен ішесіңдер. Бір күн түйе, бір күн сендер. Сендер бір күн ішкен кезде сендерден қайыр жоқ, бәрібір. Ал бұл бір күн ішкен кезде бұл сүт береді сендерге. Сөйтіп Алла Тағала баяндайды, Шуғара сүресінде де сол айтады, хазихи нақа, мынау түйе, лаха ширбун, оның су ішетін кезегі бар, валакум ширбун, сендерге су ішетін кезек бар, яумен мағлум, белгіленген күндері, кәдімгі күн тәртібіне қойылады кәдімгідей. Осы тәртіп ұстанылу керек. Осы емтихан болады. Осы бұзылса, валя тамассуха бисуин деген нәрсені ескертеді Алла Тағала Худ арқылы, бір зиян тигізуші болмаңдар. Фазаруха таакулу фи ардилла. Алланың жерінде деп айтады қараңдар. Сендердікі емес дейді. Алланың жерінде қоя беріңдер, жесін, ішсін. Егер де зиян тигізетін болсаңдар, фаяхузакум азабун қуриб. Сендерді жақын азап ұстағалы тұр дейді. Қараңдар. Күллу ширбен мұқтадар. Әрбір ішуші өзінің кезегінде ғана құдықтың басында көріну керек. Адамдар бүгін болса, ертең оларға болмайды. Ертең түйе. Бүрсігін адамдар, одан кейін түйе деген нәрсе. Бұл тәртіп ұнамайды оларға. Жалпы түгел нәрсе көңіл қалауымен басталды ғой. Сіз ба? Олар бір иман келтірейін деп сұраған жоқ қой ол нәрсені. Әкел бірден кеңдіреді, келе қалды. Мына бір қызық нәрсе екен деп кино көргендей көрді, мирі животных болды. Сосын жалығып кетеді мына нәрседен. Мынау ақырын өзінің тәртібіне бағындырып келе жатқан сияқты мынау Худ, Солих. Өстіп, бір күн сен былай, бір күн қойық, осы жерден тоқтатайық бұны. Сөйтіп енді тиіспеңдер деген сөзді қорқады ғой, жалпы қорқыныш бар ғой адамда, өлімнен не деген нәрсе, өмір сүргісі келеді. Содан қараңыздар қандай сөзді айтып отыр Алла Тағала. Фанадау сахибахум. Өздерінің достарын шақырды. Ей, бер кел. Достары дегенде құрметті жамағат қазіргі қоғамдағы да неде? Торпеда. Не істеу керек? Кімді? Соны шақырды дейді. Өздері қорқады баруға. Түйені өлтіру керек. Фатағата, өзін салды дейді ол, берді дейді өзін. Болды, істейміз. Өзін арнады дейді сол іске. Қараңыздар. Мүлден жақты нәрсе істеп тұрған жоқ. Алла сақтасын. Ана Шәмс сүресінде айтады. Вамбағаса ашқоха, іштеріндегі ең бақытсызы өзін мен барам деп айтты дейді. Мен істеймін бұны. Қорқасындар ма не деген нәрсе. Сөйтіп не істеді? Фағақара. Бауыздай салды дейді ананы. Қарнын жара салды дейді. Мына жерде Алла Тағала бұл істің істегенін бір адам екенін көрсетіп тұр. Сіз бе? Қорыққан. Біреудің, анам барып істе деген нәрседен сақ болу керек. Сосын олар өздері бармаса да о жерге, оларды да Алла Тағала қатысты қылады да, басқа оқиғалардың бәрінде фағақаруха деп сөйлейді. Олар оны бауыздап салды, олар оның қарнын жара салды деп. Тек осы жерде жалғыз адам және Шәмс сүресінде бір адамды келтіріп тұр Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Бірақ бір адамның істеген, оны итермелеген адамдар қылмыста қоса кетеді.
жаңағы алла тағаланың түйесіне тиіскендіктен. Көрдіңіз ғой, түгелі бірге жазылады да. Сөйтіп Нух, Солих пайғамбар фағақоруха, олар оны қарнын жарып тастады, өлтіріп қойды. Фақола тәмәттағу, Солих айтады, кішкене кідіре тұрыңдар фидарикум, үйлеріңде, сәләсәті әйямен, 3 күн уақыт қалды сендерге. 3 күннен кейін сұраған нәрселерің келді. Жана айттық қой дейді, тиісетін болсаңдар жақын азап келеді деп, азабын қориып 3 күн қалды дейді. Не осы 3 күннен кейін ахазаллазина заламу ас-сайхату. Алла тағала мұнда да айтады, факайфа кана азаби ва нузур. Қараңдар, қандай болды менің азабым мен ескертулерім дейді. Инна арсална алейхим сайхатан вахида. Біз сөзсіз біз бұлардың үстілеріне тек қана бір айқайды ғана жібердік дейді. Періштенің дауысы ғой. Анау айқайлаған кезде қараңыздар не болған? Факану кахашимил мухтазир. Ана шабылған егін сияқты құлап түсті дейді бәрі. Ана шалғымен шауып отқан кезде көресіз көзіңіз, құлап атады да. Сол бір ғана айқай. Фасбаху фи дарихим жасимин дейді. Түгелдері сілейіп құлады дейді. Аулаларында, үйлерінде, елдерінде кааллам яғнау фиха. Бұлар бұл жерде өмір сүргенге де ұқсамайды дейді. Алла тағаланың көрсі аяты қандай. Бұл жерде өмір сүргенге де ұқсамайды дейді Худ сүресінде. Мына Худ сүресі құрметті жамағат. Немесе осы мағынадағы аяттар Худтың ішінде осындай ескертулер көп айтылғандықтан Худ сүресі пайғамбар саллаллаху шашын ағартқан сүрелерден да. Шашымды ағартқан дейді бұл Худ сүресі. Қараңыздар, ескерту деген нәрсеге ол кісі қалай қарағанда, біз секілді тыңдам, біз секілді емес, мына әрбір қалай азабым қандай істедім деген кезде қатты ерекше жүрекпен қабылданғанда ол аяттар. Шашын ағартқан пайғамбар саллаллаху. Міне бұларға біз бір айқайды ғана жібере салдық та, сөйтіп шабылған егін алқабы сияқты сілейіп жатты дейді бәрі. Болды. Сосын қайтадан айтады Алла тағала: "Уалақад яссарнал Qur'ана лизикри." Сөзсіз біз Құранды жеңілдетіп қойдық. Ескеріп, үгіт насихат, ғибрат алуларың үшін. Фахал мин муддакир. Барма бір ескеруші, барма ұғынушы адам деп жатыр.